27 жыл бұрын Орал қаласында қазақ жігіттері казактардың мерекесінің быт-шытын шығарғаны мәлім. Орал оқиғаларына орай материалдарды саралап отырсақ, сол кезде Оралға барған Иркутск казактарының атаманы Николай Меринов Қазақстанның кейбір аймағын тартып алу ниеттері болғанын мойындаған. Оралдағы казактар сепаратистік ұрандарды ашық тастаған. 1991 жылы ақпан айында Урал автономды облысын құру идеясын айтып, оған Орал, Гурьев және Ресейдегі қаумық автономиясын енгізуді көздеген. Армия мен қауіпсіздік органын құрмақшы болған. Жалпы Қазақстанның тәуелсіздік алатыны анық байқалғанда, Өскемен және Степногорск қалаларында жергілікті билік қарсылық қарарларын қабылдай бастаған. Ал Оралдағы текетіреске келсек, ондағы казактар патшаға қызмет еткендеріне 400 жыл толуын шайқалып атап өтпекші болған. Сол лепірме әрекет отты лап еткіз. Олар қазақтардың қарсы екенін біле отырып сөйтті. Алдында айтыс Горбачевқа жеткенде ол казактарға тиіспеңдер, оларда халық мерекелеуге хақы бар деген. Совет одағы Орыс империясының аты өзгерген бір түрі екені осыдан ақ білінеді. Оның үстіне казактар орыс колонизациясын енгізуші күш емес пе еді. 1991 жылы Орал қаласында болған самаралық Сергей деген біреу қарсылық ереуіліне шыққан қырғыздар қоршауды бұзып мәдениет үйіне жүгірді. Казактар қашты, ал атқа мінген милиционер қырғыз өзінің ұяластарына казактардың қайда қашқанын көрсетті деп еске алған. Қазақстанмен шекаралас тұрып, қазақтарды қырғыз деп сипаттауы оның сол сияқтылардың болмысын ашады, ниетін көрсетеді. Ал Орал өзінің Алаштың ордасы екенін кезекті рет дәлелдеді. Совет одағы оның биік рухын сындыра алмаған. Тәуелсіздік аяқ астынан туа қалған қалып деп ойлайтындар үшін келесі сюжет. Батыс Қазақстаннан Еркін Кариннің материалы. Бұл 91 жылдың қыркүйегі. Казактар ақ патшаға 4 ғасыр бойы адал қызмет қылғанын тойлап жатыр. Басқосудың Оралда өткізілуі тегін емес. Өйткені Ресей империясының туын желбіретіп, одақтың әр түкпірден жиылғандар казак автономиясын құруға уағдаласыпты. Орал мен Атырауды Қазақстаннан бөлмек болғандар жергілікті халықтың қарсылығына да қарамады. Ал қақтығыс басталса, қан төгілуі мүмкін еді. Өйткені жер дауында қазақ есе жіберген емес. Тұрыңдар, кетпеңдер ешқайда. Біз барып ана концертті болғызбаймыз. Білдер ма? Әне, 100 адам дайын тұр. Сондықтан ағайын тоқта. Ұрып атсын, салап атсын, өлтіріп атсын. Ешкім ештеңеге ешқандай да араласу болмайды, естеріңде болсын. Біз құрбан болып кетсек, сонда келесі атымыздан болды. Ашынған топтың арасынан шыққан 110 жергілікті казактар жиылған ғимаратқа беттеді. Халықтың талабын жеткізу үшін азап пен қорлыққа көнуге серт еткендердің бірі Мұнайдар Балмолда. Айтуынша 113 адамның ішінде қыздар да болған. Олар қамшымен ұрсын, қылышпен турасын, оқпен атсын, қарсылықсыз құрбан болуға бас тікті. Өйткені бұндай әдісті Индияда жаңағы ағылшын отарлаушыларына қарсы Ганди іске асырған екен. Алдымыздан ОМОН, милиция шықты ғой, мұздай қаруланған. Бірақ сол қазақтың көкбайрақ туын, ол кезде көкбайрақ туы да елгеген жоқ. Бірақ біз көкбайрақ ту жасап алдық сол кезде. Көк түсті еді. Иә, көк түсті. Соның артынан мемлекетіміз туы сондай болды ғой. Бұл кезде билік екі оттың ортасында қалды. Өйткені үй ішінен үй тіккен теріс пиғылдылар осал жерді дөп басты. Егер тізгінді уыстан шығарып алса, казактар келесі жолы еліміздің солтүстігі мен шығысын шулатпақ. Бұған желпінген Жетісу казактарының да Алматыда ат ойнатары анық. Әрі сол жылдары республикадағы қазақтардың саны 44%-ды құрады. Саны 42%-ға жеткен орыстарға Украин, Беларусь секілді өзге ұлттарды қосқанда 56% болды. Олардың қиын кезде таразының басқа жағын басып, сепаратистік ұстанымдағыларды қолдап кетуі де мүмкін еді дейді Қазақтан шыққан алғашқы дипломаттардың бірі Сайлау Батыршаұлы. Сол мәселе өте бізге қиын болды. Ол уақытта біздің әлі әскеріміз жоқ. Не істейміз? Оны күштеп, оны тоқтата алмаймыз. Сондықтан былай келістік. Ондай болатын болса, олар қоғамдық ұйымдар арқылы жіберіп отыр ғой. Көрдіңіз бе? Бізде қоғамдық ұйымдар бар. Біз соларға шығайық дедік. Сөйтіп, біздің ресми өкіметтің, президенттің рұқсатыменен жаңағы қоғамдық ұйымдарға шығып алып, жігіттер, қолдаңдар. Мына жақтан біздің территориямызды, біздің егемендігімізді аяққа басып келіп жатыр. Сода бүкіл Қазақстаннан эшелонмен Өскеменде, Семейден де, Алматыдан да, Тараздан да, Қызылордадан лек-легімен вагонмен адамдар жібердік.
КСРО-ның жоғары билігінде тұрған Горбачевтың, сонымен қатар оның айналасындағы адамдардың осы отты үрлеуі бұл былайша айтқанда екі ұлттың арасында сынақ ақты десек болады. Тарихи деректерге сүйенсек, мына Самара қаласында жаңағы танк полкі дайын тұрған, яғни бұл екі ұлттың арасында бір соғыс қақтығыс белең алған жағдайда осы жаққа басып кіруге жаңа дайын тұрған. Казактар жиналған ғимаратқа басып кірмек болған ашулы топты ақ жаулығын көпшіліктің алдына тастаған әйел адам тоқтатты. Ашуға мінген еріктілер де сабырға шақырды. Ал жер болған казактар алдын ала дайындалған автобустармен келген жағына кері жөнелді. Осылайша Казак автономиялық республикасының жариялау идеясы осымен тәмам болды. Бұл оқиғаға әділ баға берілуін талап еткендер аштықта жариялады. Намысшыл жігіттер күздің қара суығында көк асфальтты төсек қылып 4 күн бойы нәр татпады. Сол кезде 4 күн бойы бір түс көрдім. Шынжырланған қазақтарды көремін. Үсті басы қан, аяқтарының асты қар, мұздақта тұрған. Сосын сол түсімді марқұм Исатай Кенжалиев деген тарихшы айтқан. Ей балам-ау дейді. Бұл арада сен жатқан жерде Естай Махамбеттің Тастөбеде қолға түскен сарбаздарын дүре соғып жариялап, Сібірге үркітке айдап салам ғой дейді. Ана Шприц-Руген деген сым болады, шыбық темір. Сонымен тірідей дәліз болып тұрады да, жан жақтан орыс казактар соққан ғой біздің бабаларымызды. Жаңағы 500 қайтара Қабыланбайларды соғады. Сонда бар соққандарың осы ма деп қайғырмайды дейді ғой Қабыланбайлар. Соларды түсінде көргенсің ғой дегенде көзден жас кетті ғой. Осыдан кейін Орал оқиғасын зерттейтін комиссия құрылатын болды. Казактарға тойтарыс берілгесін еліміздің басқа өңірлерінде бас көтермек болғандар жуасып қалды дейді оқиға куәгерлері. Казактар бұлар Ресей империясының қолшоқпары болды. Аяғы ауыр әйелдің қарнын жарып, баласын лақтырып тастап, солай істеген кездер болды. Бұл тарихта бәрінде жазылған. Әсіресе балық аулауға мүлдем тыйым салынды. Жаңағы қазақтар балық аулауға мүмкіндік болмады оларда. Сонымен қатар мына жайыққа 15 шақырым жерде жаңағы жақындатқан жоқ. Оның дәлелі мына Сырымда атылып бастаған көтерілістерде казактардың қамалдарына, форпосттарына шабуыл жасап отырды. 300 жыл бойы отар ел болғасын тарихымыздың көмескіленуі заңдылық дейді мамандар. Ел тарихындағы ақтаңдақтарды қазір тарихшылар мен археологтар түгендеп жатыр. Халық аузындағы жыр дастан да, тіпті құпиясын қойнына бүккен қорғандар мен төбелер де жер қазақтікі екенін дәлелдейді. Бірақ тарихты жеңімпаздар жазатынын ескерсек, бодандық қамытын кигелі бері біраз нәрсе бұрмаланған. Мысалы, көне жайық қалашығындағы тастардың Оралдағы құрылыстарға пайдаланылғаны анықталды. Тіпті қаладағы көне ғимараттарда қазақтардың қаржысына салынды дейді мамандар. Бұның ішінде еліміздегі ең алғашқы ұлттық мерзімді басылым Қазақстан газеті шығарылған үй бір төбе. Осындағы салынған ғимараттардың инвесторлары біздің қазақтар деп айтуға болады. Бұндағы көрсетілген ғимараттарды көпестер салды. Ол көпестер ақшаны қайдан алды? Кіммен қарым-қатынас ұстады? Ең бірінші кезекте осы жерде жақын маңдағы қазақтармен малдары бар, басқасы бар, бір-біріне керек дүние-мүліктерді алмасып алды. Ресми болмаса да бейресми түрде бұл ғимараттардың салынуына біздің ата-бабаларымыздың малы былай айтқанда қаржысы осы жерге құйылды. Желтоқсан көтеріліс секілді Орал оқиғаларының да ел тарихындағы орны бөлек. Желтоқсан жаңғырығы жыл сайын жадымызда жаңғырады. Ал тәуелсіздіктен 90 күн бұрын болған Орал оқиғалары туралы ақпарат әлі кемшін. Егер сол кездегі буын бұғып қалып, қазақтардың талабы орындалып, автономия жарияланса, еліміздің батысында не боларын ойлаудың өзі қорқынышты. Әдетте алпауыт мемлекеттер ыдырағанда құрамындағы ұлттар бір-бірімен қырқысып қан төгіп жатады. Ал біз осындай тажалдан аман қалдық. Еркін Карин, Решат Асқарбекұлы, Наурыз Халид, біздің уақыт.